Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен қызанақты банкіге қысқа жабатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осындай керемет әдемі болып шығады. Осы рецепт бойынша жасаңыздар, қысты күні ашсаңыздар, суына дейін қалдырмай ішіп қоятын болады. Алдын ала банкілерімді булап алдым. Барлық керекті заттардың бәрін жуып тазалап алдым. Қызанақты алдын ала жуып тазалап алдым. Қызанақтарыңыз балғын болсын, жарылған болмасын. Хрен алдым, укроп, шиенің жапырағын алдым, жүзімнің жапырағын, болгар бұрышын, ашты бұрыш, сарымсақ, уксус, лавр жапырағын және қара бұрыш алыңыздар. Қара бұрыш менде болмай қалды. Енді алдын ала буланған мен бүгін 2 литрлік банкіге жабатын боламын. Ішіне укроп, хрен, шиенің жапырағын, жүзімнің жапырағын, шиенің жапырағынан 3, жүзімнің жапырағынан 2 салдым. Ашты бұрышты 2 кішкене бөлікке бөліп салдым. Сарымсағымнан 2 дана салдым. Лавр жапырағын салдым. Болгар бұрышын салдым. Енді банкілерімді қызанақпен толтырамын. Банкілерімнің бәрін толтырып алдым. Бүгін 2 литрлік банкіге жауып жатырмын. Үстінен қатты ыстық қайнап тұрған суды толтырып құямын. Банкілеріме қатты қайнап тұрған ыстық суды құйып, толтырып алдым. Қақпағын жауып, 15-20 минутқа қойып қоямын. Он 15-20 минут өткен соң суымды төгіп тастаймын. Бұл су маған керек емес. Суды төгіп тастағаннан кейін 2 литрлік банкіге қатты толмаған 2 ас қасық тұз салдым.
Екінші, таза су құямын. Қайнап тұрған қатты ыстық су құйдым. Таза. Бірінші су төгіп тастадым, ол керек емес. Мен бірінші суды қолданбаймын. Екінші суын толтырып құйып алдым. Енді 2 литрлік банкіге кішкене шай қасықпен, қатты толтырмай, 1 шай қасық 70%-лық уксус эссенцияны құйдым. Енді банкымды жақсылап жауып аламын. Банкілерімді жауып алдым. Банкілеріңіздің қақпағының жақсы жабылғанын ары-бері қозғалтып тексеріп көріп алыңыздар. Міне осындай керемет суы тұп-тұнық болып шықты. Осы банкілердің қақпағын төмен қаратып, жылы орап 1 сутка қоясыздар. 1 суткадан кейін алып, банкілеріңізді салқын жерге сақтап қойсаңыздар болады. Міне осындай керемет болып шығады. Қысты күні ашып жесеңіздер өте дәмді. Егер менің видеом ұнаса, подписаться етіп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау